Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма, денсаулықтарыңыз қалай? Күнде сол соғыс болып кетті ғой, соғыс, ана соғыс, мына соғыс деп. Бір бауырымыз комментарий жазып жіберіпті. Қытайлар шәуілдір деді ғой деймін, қателеспесем. Енді не болса да Қазақстан жерлерін алып егін егіп жатыр. Бір егін ексе келесі жылы оған егін шықпай қалады екен деп жатыр да. Оны барлығы біледі енді. Сондай бір химиялық қоспа қосам екен. Соны айтшы, біздің аудан әкімдері, мемлекет басшылары естімей жатыр, сен айтсаң қарайды жа дейді. Мен айтам да, өздеріңіз шулаңыздар, мен айтам, енді базар жоқ. Не деп айтайын мен? Сол қайсы ауылдасыздар, шулап шығыңыздар, акиматтың барып алдына тұрып алыңыздар. Өздеріңіз әрекет жасамасаңыздар, мен айтқанына пайда жоқ, мен айта беремін, маған бәрібір. Одан кейін мынау АЭС-ті алдында АЭС жыры болып, мен біз қарсымыз, мен қарсымын, мен бірақ шешім шығып қойды салынады деп. Қарсымын деп айтып кетейін тағы. Соны біреуін Қытай, біреуін Ресей салады екен. 4 компания қатысыпты. Оңтүстік Корея, Эммануэл Макронның Франциясы, одан кейін Ресей, Қытай. Енді мен негізі бұл атомный станция деген бір оншық емес та, менің ашығы. Мен де енді бітеп атом саласын зерттеп кетіп, үйтіп кетіп тұрған адам емеспін, бірақ атом станциясын игере алмай талай жерде жарылыс болған, оны игере алатын мемлекеттер өте аз да, шаңмен ашықшы. Оған біздің оны салады-ау. Оған біздің мемлекеттің қауқары жете ма, оны күтіп баптауға, судың жанына салады. Ол құдай сақтасын, бір жарылыс болып кетсе, ол суға қаншалықты әсер береді. Аз отынмен көп тоқ аламыз деп елімізді қанға қысатып алмаймыз ба деген ой. Одан кейін сол 4 мемлекет қатысқан, соның 2 ұтып алыпты. 2 ұтып алғанда біздің мемлекеттер сол 2 таңдаған ғой, 2 сәтте таңдаған ғой. Біреуін Қытай салады екен. Енді ел танитын бір ағаларымыз сөйлепті. Қытай салған дұрыс. Бізге енді керек болып тұрса, шын керек болып тұрса, Қытай салған дұрыс деп ойлаймын, өзім пікірімше. Шын ойбай. Электричество жетпей жатыр, болды. Жел энергиясы да бітті, күн энергиясы да бітті. Біздің жерлеріміз тегіс емес. Вентилятор қойып тоғала беретін деген сияқты әңгімелер бітіп қалса, онда АЭС бізге керек та, оны Қытай салса дұрыс деп есептеймін. Ал бірақ қазір бізге Ресей салған дұрыс па деп қоямын. Неге десеңіздер айтайын ба? Осы АЭС-ің бір жерге қап, машина бұзылып қалды ма, көмектесіп жүрейін деп кетті қайтып. Сонымен егер бізге АЭС болды, қазір енді алдында қарсы болдық барлығымыз. Мен ол кезде Ресей салатында да қарсы болғам. Қазір бізге АЭС-тің бір тиынға да керегі жоқ, әңгіменің ашығы, шын айтқанда. Бір тоқ жетпей қалып, свет өшіп қалған жерлер жоқ шығар деп ойлаймын енді Қазақстанда. Енді былай сым жетпей қалған жерлер бар болмаса, күн энергиясы, жел энергиясы бар, оны әлі істемедік. X17 құлақтан теуіп кетті ол. Енді Қытай салса, оны Қытайдың мемлекеттік бір мекемесі салады екен. Мен өзім қазіргі мемлекеттің жағдайына, мемлекеттің атомный станцияны игере алады дегенге мен сенбеймін. Соған байланысты мен Ресей салсын деп есептеймін. Неге десеңіздер, Ресей қазір енді Ресейдің тағдыры әңгіменің ашығы белгісіз болып тұр. Қанша Путин мырза Ресейлер мықты дегенмен, мықтысы мықты шығар, енді әр ел өзі үшін мықты ғой. Бірақ Ресейдің тағдыры не болады, белгісіз болып тұр ғой. Бопты, Ресей алды дейік, мына мысалға. Не даты? Түркиядағы Ресей салып отқан АЭС тоқтап қапты. Неге десеңіздер, мысалға 5000 теңгеге АЭС салып беремін десе, мысалға өзіміз түсінетін сені бағаны айтайық та, олар қазір ол баға қазір 5 есе өсіп кетті қазір. Мысалға 25 мыңға саламыз деп отыр екен, сағыл әлі бітпеген деген. Біздің АЭС-ті Ресей салып бастаса, Ресейдің тарихы әлі белгісіз. Ресей болып қала ма, еле ыдырап кете ма, ондай болса Ресей АЭС салынбай қалады, әңгіменің ашықша.
салынбай қалған бізге жақсы. Қазірше енді болашақта қарыштап дамып оңтүстік Корея, тағы жер Жапония сияқты дамып уже әр басқан сайын заводтар салынып сондай болып кетсе, ол кезде салуға болады да. Ал қазір білмеймін енді. Мына Эллертонның өзін саламай, быт-шыт болып, цементтің өзін құямай жүрген Қазақстан оны салып алып, оны игереді дегенге мен шын сенбеймін. Ресейге берсін, Ресей оны созады әңгіменің ашығы. 4-5 жылда Ресей бар жоқ, оны бір құдай біледі. Мүмкін осы жылақ Ресейдің тағдыры шешіледі, шешілмейді, белгісіз. Украина айдап жатыр Ресей. Ресей өз-өзін қорғауға көшті. Самооборона деді. Ол самооборона деген өз-өзін қорғау деген сөз. Сондықтан енді біреулер Қытай салса жақсы дейді. Қытай салғанмен ақшаны кім шығарады? Біздің өз бюджетіміз өзі қазір түбі тесіліп қалған ба, бірдеңе жетпейді әйтеуір. Оны Қытай салатын болса, ол да бір гарантия алады әңгіменің ашығы. Біз басқарамыз дей ма, елі бір мемлекеттік қалай айтсам екен, бір затты кепілдікке қоямыз ба, ол бұл жердегі шарттарды бізге айтпайды да. Мысалға қандай шарт болып жатыр, или рассрочкаға салып бермеген, или тегін салып бермеген, или бір маңызды бір кен орнын заводқа қоямыз ба, ол да белгісіз. Мысалы Ресей салса, ол салып бітіреді дегенге мен қазір осы Ресейдің жағдайында сене алмаймын. Былжырап кете берсін, салмай ақ қойсын. Мен Ресейді қолдаймын бұл жақта енді. Ресей салсын. Ресей салса, біреуін Ресей салады екен, біреуін Қытай салады екен. Қытай салып бітіреді, ол әңгіменің ашығы болды. Салып бітірмесе бастар шабылады ғой. Ресейге қарағанда Қытайда заң өте қатты. Мына Эллертонда Қытайлар келіп тиісін салып тастады. Осы жақындарда жүреді уже. Халықтың жағдайын ойлайтын болсақ, Ресей салған дұрыс, ол салып бітірмейді әңгіменің ашығы. Ал дам кетіп, ойбай тоқ жетпей жатыр десе, онда Қытай болмаса Франция, болмаса оңтүстік Корея салған дұрыс. Жалпы сол жыламаған балаға емшек жоқ дейді. Ауылдарыңызда, аудандарыңызда не болып жатыр? Әкімдеріңізді алдарыңызға тартып алып, желкесіне шығып тұрып айтыңыздар, болмаса айқай шығарыңыздар. Сол кезде шешіледі әңгіме. Жақсы.